Сәлем, менің сүйікті оқушыларым. Сендерді көргеніме өте қуаныштымын. Жаңа оқу жылына барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Олай болса, жаңа сабағымызды бастаймыз. Unit 1, Animals on page 4. Яғни бірінші тарауды ашамыз. Animals тақырыбы берілген, яғни жан-жануарлар. 4-ші бетке қараймыз, оқушылар. Қарайықшы, суреттен қандай жануарларды көріп тұрмыз. Бірінші, elephant. Қайталаймыз. Elephant, піл. Келесі, snake. Snake, жылан. Және соңғысы, penguin. Пингвин екен, оқушылар, жаттап аламыз, я? Енді осы жануарларға байланысты тапсырмаларды орындайтын боламыз. Олай болса, on page 5, animal types, exercise 1. Келесі 5-ші бетте animal, яғни жануарлардың түрлеріне байланысты тақырып берілген. Exercise 1. Look at the picture. Which animal is a mammal, a reptile, a bird? Яғни суретке қарап, жаңағы 4-ші беттегі жануарларға қарап, қай жануар сүтқоректі, қай жануар бауырмен жорғалаушы және қай жануар құс екенін анықтау керек екенбіз. Міне бірінші тапсырманы осылай орындайтын боламыз, оқушылар. Олай болса, қараймыз. Суретте бірінші бізде сүтқоректі. Elephant is a mammal. Elephant is a mammal, яғни піл сүтқоректілерге жатады екен, я? Келесі, snake is a reptile. Snake is a reptile. Ал жылан болса бауырмен жорғалаушыларға жатады екен. Және үшіншісі, penguin is a bird. Penguin is a bird. Ал пингвин болса, ол құс түріне жатады екен. Міне 3 жануарды біз 3 түрге бөліп жатқыздық, оқушылар. Бірінші тапсырманы осылай жазып алады екенбіз. Келесі тапсырмаға қараймыз. Thinking cap, яғни ойлану тапсырмасы. Read and name the animal. Мына жерде жұмбақ ретінде берілген, оқы және қай жануар екенін табу керек екенбіз, я, оқушылар? Ал олай болса, қолмен ұстаймыз. Бірінші оқып аударып аламыз. Жақсылап қараймыз. Бастаймын. I live on land. I eat eggs and small animals. I look for food at night. What am I? Яғни мен жерде өмір сүремін дейді, я? Мен басқа кішкентай жануарлардың жұмыртқасын жеймін дейді, және мен түнде тамақ іздеймін дейді. Мен қандай жануармын? Мен кіммін дейді. Табайықшы, оқушылар. Snake. Дұрыс, жылан екене. I'm a snake деп жазып қоямыз. Екінші, I live on land. I eat plants. What am I? I am. Мен, яғни, шөптерді, өсімдіктерді жеймін дейді. Мен кіммін дейді. Ол бізде elephant. I am an elephant. Мен пілмін. Үшінші, I live on land and in water. I eat fish. What am I? Мен жерде және суда өмір сүремін. Мен балықтарды жеймін дейді. Мен кіммін дейді. I am a penguin. I am a penguin. Пингвин екене, оқушылар. Дұрыс, жарайсыңдар. Енді келесі тапсырманы орындайтын боламыз. Exercise 3. True, false. In pairs, decide. Check your answers online with the teacher. Яғни бұл жерде тест ретінде берілген, оқушылар. Оқимыз. Дұрыс болса сөйлем. True'ді белгілейтін боламыз. Ал бұрыс дұрыс емес, яғни бұрыс болса, онда false'ді белгілейтін боламыз. A snake's life дейді. Жыланның өмірмен танысатын боламыз, я, оқушылар? Қазір оны сыныпта мұғаліммен де орындасақ болады екен. Олай болса, мен қазір оқып, бірге орындайтын боламыз. Бірінші, snakes live in Antarctica. Яғни жыландар Антарктикада өмір сүреді дейді. Дұрыс па, бұрыс па, қалай ойлаймыз? Бұрыс, я, яғни дұрыс емес, Антарктикада өмір сүрмейді екен. Келесі, екінші, snakes smell with their tongue. Жыландар тілімен дәмді сезеді дейді, я? Ол дұрыс қоя, true'ді белгілеп қоямыз, яғни дұрыс. Үшінші, snakes sleep with their eyes open. Жыландар көзін ашып ұйықтайды дейді. Ол дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс емес. False, я? Келесі 4-ші, snakes eat only 3 times a year. Яғни жануарлар жылына 3 рет тамақ жейді екен. Ол бізде true, дұрыс екен, я, оқушылар? Және соңғысы, snakes stop growing when they are 1 year old.
яғни олар 1 жасқа толғаннан кейін өмір сүруін тоқтатады дейді. Ол бізде false, дұрыс емес екен оқушылар. Міне 3-ші тапсырманы осылай орындаймыз. So, next exercise 4. Find some facts about one of the other two animals. Present them to the class. 4-ші тапсырмада өзіндік жұмысы, яғни кез келген 2 жануар туралы ақпарат алып келіп, сыныппен таныстыр дейді оқушылар. Мен мына жерге elephants, яғни пілдер туралы ақпарат қалдырып қойдым, және пингвиндер туралы кішкене ғана мәліметті қалдырып кеттім оқушылар. Осы мәліметті жазып, сыныпта оқып айтып береміз оқушылар. Міне 4-ші тапсырма. Олай болса, енді келесі бетті ашамыз оқушылар. On page 6 body parts. Яғни 6-ші бетте дене мүшелерін өтетін боламыз. Олай болса, қараймыз. Exercise 5. Listen, point and repeat the number. Тыңда, белгіле және қайтала дейді. Кейін қасына сандарды қойып шық дейді оқушылар. Бұл жерде дене мүшелері тұр және қасында сөзбен жазылып қойған. Мен қазір оқимын және біз оны қай суреттен көреміз, қасына санын жазып кетеміз, оқушылар. Hair. Менімен бірге қайталаймыз. Hair, шаш, ол бізде 2-ші сурет, Келесі legs, ол бізде аяқтар, ол қайсыншы сурет? 8. Келесі nose, мұрын, 5-ші сурет. Head, ол бізде бас, 1-ші сурет. Hands, қол, 7-ші сурет. Ears, құлақтар, 4-ші сурет. Mouse, ол бізде ауыз, 6-ші сурет. Және соңғысы eyes, көздер, 3-ші сурет. Міне осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі тапсырмаға қараймыз. Exercise 6. Rearrange the letters and write the words. Мына жерде мысықтың суреті тұр, және қасындағы сөздердің орындары ауысып кеткен, яғни адасқан, оқушылар. Біз оны дұрыс орнына қойсақ, мысықтың дене мүшелері шығады екен. Олай болса, 1-ші head, бас, 2-ші mouse, ол ауыз. 3-ші қараймыз көктегі. Eyes, көздері, Келесі 4-ші ears, құлақтары. 5-ші nose, мұрыны. Және соңғысы legs, аяқтары екен оқушылар. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Келесі бетті ашамыз. On page 7. Complete use have got or has got. Оқушылар 7-ші бетте 7-ші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде study spot, яғни кішкене мәлімет беріп қойған, яғни ереже берген. Жасылмен have got, has got деген фразаны берген екен, оқушылар. Жалпы have got, has got деген менде бар деген мағынаны білдіреді, яғни бар. Олай болса, 1-ші жақ бізде мен болса, I, ол жерде have got қоямыз. Ал 2-ші жақ you, сен болсаң, сенде бар, have got қоямыз. Тек қана 3-ші жақта, яғни ол деген қызға she, ұлға he, жанысатқа it айтылады. Ол жерде 3-ші жақта has қоямыз. Қалған көпше түрде, яғни біз, оларда we, they, have got қояды екенбіз. Есте сақтайық балдар. Тек қана 3-ші жақта has got қоямыз. Яғни he, she, it, немесе адамның аты Нұрлыбек, Азамат деген адамның аттары болса, has got қояды екенбіз. Міне осы тапсырмаға қарап отырып, 7-ші тапсырманы бірге орындайтын боламыз. Бұл жерде 1-ші жазылып қойыпты. We have got green eyes. 2-ші Нұрлыбек has got big hands. They have got brown hair. 4-ші I have got a small nose. 5-ші my sister has got red hair. Және 6-ші you have got a small head. Міне осылай 7-ші тапсырманы жазып шығады екенбіз оқушылар. Келесі exercise 8. Count and write then say. Мына жерде сурет берілген, оқушылар сол суретті санап, дене мүшесін санаймыз және қасына жазып қояды екенбіз. 1-ші one mouse, 1 ауызы бар. 2-ші 4 eyes, 4 көзі бар. 3 noses, 3 мұрны бар. 3 ears, 3 құлағы бар. 4 hands, 4 қолы бар. 5 legs, 5 аяғы бар екен, оқушылар.
Енді соңғы тапсырманы бірге орындайтын боламыз. Бұл жерде listen and number тыңдалым берілген, және тыңдап отырып қай сурет қайсыншы аталды соны жазып шығу керекпіз. Мен тек қана сандарын жазып кетем. Сол суреттің тұсына сандарды жазып кетіңдер. Яғни бірінші қыздың тұсына 2 деп қоямыз. Екінші суреттің тұсына 1 деп қоямыз. Үшінші суреттің тұсына 3 дейміз. Төртінші қыздың тұсына 4 деп жазып қоямыз. Міне оқушылар, жарайсыңдар, барлық тапсырманы орындап шықтық. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.